Баршаңызға каналыма қош келіпсіздер. Сіздерге мына ақпаратқа мен жауап бергім келіп тұр. Егер топырақты гүлді жаңадан алып келіп, болмаса өзіңіздің бұрынғы отырғызған гүліңізді қайтадан отырғызу процесі басталып жатса, ол кезде қарайсыздар, өзінің отырған топырағының ылғалдылық деңгейі қандай. Яғни мокрый, қатты мокрый, болмаса вообще ылғалдылық деңгейі жоқ, құп-құрғақ. Егер ылғалдылық деңгейі жоқ, құп-құрғақ гүл болатын болса, отырғызу барысында осындай топырақтарыңызды ылғалдап аласыздар. Яғни сәл-сәл су құясыздар да, осы топырақты ылғалдап аласыздар да, соған отырғызасыздар. Бұл бір. Екіншіден, егер осындай ылғалдылық деңгейі болатын болса, онда міндетті түрде топырақты ылғалдап алудың қажеті жоқ, құрғақтай отырғыза бересіздер. Ол кезде біз отырғызғаннан кейін бір аптадан кейін су береміз. Өйткені өзі тамыры жеткілікті деңгейде су ішіп қанып тұрды. Енді тек қана бұның миссиясы келесі сіздің отырғызатын топырағыңызға адаптация жасау. Тағы келетін маған сұрақтардың көбісі, мына грунтты толықтай босатамыз ба? Егер жаңадан алып келіп жатқан гүл болса, мына топырақтың барлығын дереу түрде босатасыздар. Қалдырудың қажеті жоқ, керегі жоқ. Егер сіздер перевалкометпен отырғызсаңыздар, алдағы уақытта жаңадан өскен жапырақтарының тамыры сол топыраққа сыртына бейімделеді де, ал мына ішінде осы күйінше отырғызатын болсаңыздар, мына ішкі жақтағы тамырдың барлығы шіри бастайды. Вот сол кезде жартылай гүліңіз әдемі өсіп тұрады, жартылмай өспей қалады, шіріп өліп қалды, әйтеуір тұрды, бір жылдай тұрды, 6 айдай тұрды деген әңгіме осыдан шығады. Міне осыншалықты гүлдің астыңғы ортаңғы тамырларын босатамыз. Бұл бір. Екіншіден, егер бөлу проблемасынан да сұрақ келеді, бөлу, яғни әкелген гүлді сразу бөліп, көп болып тұрсын деп, бөліп отырғызым келеді деген кісілерге. Міне, мынау 3 бөлек куст болып тұр. 1, 2, 3. Егер осылай дайын күйінше келетін болса, бөлініп кустпен, ол кезде сразу бөліп отырғыза берсеңіздер болады. Бөлудегі процестің бірінші правиласы. Екінші правиласы, егер именно бұл гүлдердің бенджамин, яғни фикустың сорты болатын болса, осындай ірі каудексті тамыры бар ма, жоқ па, соған қараймыз. Егер бар болса, ойланбай бөле бересіздер. Егер жоқ болса, оған тағы қарау керек. Мәселе, құмыраның астына дренаж салғанда қандай дренаж қолдансам болады деген көптеген сұрақтар келеді. Мен қазір дренаж қолданбаймын. Қолдансам тек пенастекло қолданамын. Егер болса, өйткені пенастекло өте қымбат минералдарға жатады. Егер ол жоқ болса, мен осындай ағаштың қабығын дренаж ретінде, яғни астында бір слой саламын. Бір слой одан кейін өзінің керекті топырағын саламын да гүлді отырғыза беремін. Бір ескеретін жағдай, гүлді отырғызған кезде құлап қала береді. Нығыздап құлата алмаймын. Кішірек құмыраға отырғызатын болсақ, гүлдің жағдайы құмырада тұрмайды ғой деп айтатын кісілерге, гүлдің құмырасындағы топырақты қалай трамбировать етеміз, яғни ұрғылаймыз. Ұрғылаудың 2 методы бар. Біріншісі, топырақты, тамырды астына бір слой топырақ салдыңыз, тамырды орнықтырдыңыз, үстіне бір слой топырақ салған кезде қолыңызбен тамыры жоқ жерді осылай нығыздайсыз, яғни трамбировать етесіз. Міне, мысалы, былай. Тамыры жоқ жерді ғана қолыңызбен басасыз. Айналдырып, асықпай, тек тамыры жоқ жердің топырағын нығыздайсыз. Ол дегеніміз, трамбировать ету не үшін керек? Ол бізде топырақтың ортада тамырға нығайып, гүлдің сол ортаға бекуін айтамыз. Міне, уже гүл, мен екінші қолыммен ұстамасам да бекініп келе жатыр. Бұл бір. Екінші трамбировать ету, яғни бұлай ұрғылау. Аңғарсаңыздар, гүл жан-жаққа шашырап топырақ түсіп жатыр. Ол дегеніміз астындағы тамырларға өзінің деңгейін керегінше орталарына, кустарға топырақ түседі деген сөз. Яғни қолыңыздың, мына жұдырығыңыздың былай үлкен гүл болса, кіші гүл болса, осы саусақтарыңызбен осылай дренаж жасап ұрғыласаңыз жеткілікті.